Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге үлкен көлемде осындай сметанник пирогын пісіретін боламыз. Бұл үлкен көлемдегі пирогты мерекелік дастархандарға және қонақ келген кезде бірден пісірсеңіздер, өздеріңіздің уақыттарыңызды үнемдеуге өте ыңғайлы. Ең алдымен електен өткізілген жоғары сұрыптағы ұнымызды салып аламыз. Тоңазытқыштан алынған сары майымызды осылай майдалап турап, қолымыздың көмегімен песочка жасаймыз. Қолымыздың көмегімен осылай барлығын үгітіп аламыз. Бізде видеодағыдай осындай үгітінді крошка шығуы тиіс. Енді қантымызды саламыз. Қамыр қопсытқыш саламыз. 3 жұмыртқамызды жарып, қамырымызды біркелкі, бір тегіс қамыр болғанша біріктіріп илеп аламыз. Қамырымызды біріктіріп илеп алғаннан кейін мешокқа саламыз және де жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Егерде асығыс болған жағдайда қамырды бірден пайдалансаңыздар болады, бірақ қолға жабысқақ болып, кішкене уақыттарыңызды алады. Қамырымызды тынықтырып қойдық, енді ортасына салмасын дайындаймыз. Шұңғыл ыдысымызға қаймағымызды, қантымызды, шөгері крахмалын және де жұмыртқамызды салып, барлығы біркелкі болғанша ғана аз уақыт араластырамыз. Барлығын араластырып дайындап аламыз. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, тапамызға қамырымызды жаймендеп, тапаның формасымен жайып шығамыз. Мен әсел пештің формасын пайдаландым. Өстіп бірден үлкен пирогты бірден пісіріп аламыз. Қамырымыздың барлығын біркелкі жұқа етіп жайып алғаннан кейін үстіне салмасын құямыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 45 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Алдағы уақытта үлкен пирогтардың бірнеше түрлерін шығаратын боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Айгүлдің асханасы. Ас болсын!